Адамзат табиғаттағы 4 фундаменталды өзара әрекеттесуді, оның ішіндегі гравитацияны, электромагнетизмді, әлсіз және күшті ядролық күштерді біртіндеп игере отырып, көптеген жұмбақтардың шешімін табуға жол ашты. Бүкіл өркениеттің бағытын өзгерткен ғылыми технологиялық төңкерістер жиі шыға бастады. Енді біз барлық 4 өзара әрекетті біріктіретін барлығының теориясына жақындап келеміз. Бұл теория біздің ойлауымызға, күнделікті өмірімізге және әлемді сезінуімізге қалай әсер етеді екен? Шынын айтсақ, тікелей әсері шамалы болуы мүмкін. Бұл теорияның табиғи энергия шкаласы, Планк энергиясы. Ол үлкен адрондық коллайдердің энергиясынан әлдеқайда жоғары болып келеді. Яғни бұл әлемнің жаратылуы, қара құрдымдардың ішкі табиғаты, шеткі құбылыстар туралы баяндайтын теория.